Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 10-шы тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. Өткен сенбі күні, яғни 1 маусымда Қостанайдағы орталық стадионда жергілікті тобыл Қызылордалық Қайсарды қабылдады. Матчтың фавориті алаң иелері болса да, қонақтар басымдықты бермей шабуылдар ұйымдастыра білді. Және олар ойындағы есепті де бірінші болып ашты. Қайсардың белорусиялық футболшысы Валерий Громыко екінші таймның басында көзге түскен болатын. Ал ойынның 76-шы минутында қарсылас команда қақпасының алдындағы қарбала сәтті пайдаланған Ислам Чесноков есепті теңестіріп, тобылдың жеңіске деген құлшыныстары оянған болатын. Дегенмен матчтың соңғы минуттарында стандарттық жағдайды жақсы пайдаланған қызылордалықтар ойындағы жеңісті жұлып кетті. Жеңіс голының авторы өзбек футболшысы Шохназар Норбеков болды. Қорытынды есеп 1-2 Қайсардың жеңісі. Өткен маусымның чемпионы Шымкенттік Ордабасы Талдықорғандық Жетісуды қабылдады. Бұл кездесудің фавориті Ордабасы ойынның 21-ші минутында есеп ашты. Гол авторы украиналық футболшы Артем Беседин. Талдықорғандықтар есепті тез теңестірді. Шеберлігін танытып, көзге түскен Данияр Үсенов еді. Дегенмен шымкенттіктердің бірінші таймның өзінде тағы да 2 гол салып, 2 гол айырмасымен алға шығады. 31-ші минутта Ордабасының тағы бір украиналық футболшысы Евгений Макаренко бұрыштама соққысынан кейін гол салып көзге түсті. Ал Ордабасының 3-ші голының авторы өзбек футболшысы Жасурбек Яхшыбоев болды. Ол Жетісудың айып алаңында қарсылас команданың қорғаушыларынан айласын асырып кетті. Осыдан кейін матчта салынған гол болмады. Қорытынды есеп 3-1 Шымкенттік Ордабасының жеңісі. Шымкентте түркістандық Тұран Ақтөбені қабылдады. Фаворит болса да қонақтарға оңай болмады. Олар шабуылдады, бірақ шабуылдары сәтсіз аяқталып жатты. Және алаң иелері де қарап қалмады. Дегенмен Ақтөбе дегендеріне жетті. Ойынның 77-ші минутында Ақтөбенің Гаити елінен келген легионері Жан Жайро Арман Кеңесовтің пасын голға айналдырды. Осы гол матчтағы жалғыз гол болып, матч Ақтөбенің жеңісімен аяқталды. Петропавл қаласында жергілікті Қызылжар Семейлік Елімайды қабылдады. Деңгейлес командалар бірін-бірі ала алмады. Есепті алаң иелері ашты. 63-ші минутта айып добын шебер орындап украиналық футболшы Юрий Бушман көзге түсті.
Арага 10 минут салып, семейликтер де айып тобун голга айналдырып, жауаптарын кайтарды. Стандартта орындаган Еркебулан Нургалиев болатын. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Алматыда тізгінін ресейлік атақты футболшы Александр Кержаков ұстаған жергілікті Қайрат қарағандылық Шахтерді қабылдады. Бұл ойында 6-1 гол соғылды. Есепті ойынның 22-ші минутында Әділбек Садыбеков ашты. Жиырма бесінші минутта Қайраттың өзбекстандық футболшысы Ибрахим Халил Юлдошев есепті еселеді. Отыз бесінші минутта Шахтердің грузиялық футболшысы Имеда Ашортия есепті қысқартқан болатын. Ал 65-ші минутта сол Имела Ашортия матчта дубль рәсімдеп есепті 2-2 қылды. Жетпіс жетінші минутта енді Қайраттың грузиялық футболшысы көзге түсті. Ол пенальтиді сәтті орындады. Сексен бірінші минутта Қайраттың бразилиялық футболшысы Сантана Қайраттағы бірінші голын салды. Ал бұл ойындағы Қайраттың 4-ші голы болып, матч осы 4-2 есебімен аяқталды. Кержаковтың дебюті сәтті өтті. 10-ші турды Қарағандыда өткен жеңіс Атырау матчы жапты. Соңғы кезде астаналықтар жеңіс түгілі тең ойынға қол жеткізе алмауда. Ойынның 28-ші минутында Атырау командасының капитаны белорус Николай Сигневич матчтағы жалғыз голды салып, командасына жеңіс әкелді. Атырау чемпионатта алдыңғы қатарда, ал жеңіс көш соңында қала беруде. Енді назарларыңызға 10-ші турдан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Көш басында Ақтөбе мен Алматылық Қайрат командалары келеді. Оларда 16 ұпайдан бар. Бірақ Қайрат бір ойынға артық ойнаған. Шымкенттік Ордабасы мен Семейлік Елімай 16 ұпаймен 3-ші және 4-ші орындарда келеді. Ал көш соңында 7 ұпайдан жинаған 3 команда Тұран, Шахтер және Жеңіс командалары қала берді. Сұрмергендер тізімінің көшбасшыларына енді Шымкенттік Ордабасы командасының Өзбекстандық футболшысы Жасурбек Яхшыбоев қосылды. Көш бастаған 4 футболшы 4 голдан салған болатын. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 10-ші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. 11-ші тур ойындары 15-ші және 16-ші маусым күндері өтеді. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.